Сәлем достар, қайырлы таң. Ал мен сіздерге огонь ин белгісіндегі адамдарға арналған қысқаша ғана болжамымды ұсынамын. Жалпы бұл сәуір айында ағаштың элементі және де ұлу келеді. Бұл сіздерге ресурс және өз-өзін көрсету элементі деген мағынаны білдіреді. Жалпы сіз огонь ин белгісіндегі адамдар сәуір айында көптеген адамдарға көмектесетін боласыздар. Өздеріңізді елге таныстыратын боласыздар. Егер әлеуметтік желіде өздеріңіздің блогтарыңыз болатын болса, өздеріңіз жайлы көбірек айтатын боласыздар. Немесе көпшіліктің алдына шығып сөз сөйлеулеріңіз де ықтимал. Жалпы білімдеріңізді елге көрсетесіздер. Одан кейін білім алуға және білімді елге беруге жақсы кез. Үйге заттар аласыздар. Білім алуда жаңа материалдарды оңай игересіздер. Жалпы сіздерде өздеріңізге көп көңіл бөлетін боласыздар, көбірек демалатын боласыздар. Дәрігерге барасыздар. Тексерілуден өтесіздер. Сіздер огонь ин белгісіндегі адамдар мүлде басқаша ойланып бастайсыздар. Ақшалы боласыздар. Бір дүниені немесе бір адамды күтетін боласыз. Жалпы айдың аяғы өте сәтті болады. Сыйлықтар аласыздар. Өмірлеріңізде бір жаңадан жақсы жаңалықтар болады. Көңіл күйлеріңіз көтеріледі. Бассейнге баруға өте қолайлы. Кейбір жұмыстарға нүкте қоятын кез келді. Егер қазір емделіп жүретін болсаңыздар, бір айдың аяғында емдеріңіз аяқталады. Әрбір жасаған істеріңізге мұқият болмасаңыздар, кейбір жағдайға бір өкінетін кездеріңіз болады. Бірақ қандай жағдай болмасын, жақын адамдарыңыз сізді әрқашан қолдайды. Айдың аяғында энергияңыз көп болады. Жаңа істі қорықпай бастауға болады. Ал менің қысқаша болжамым осындай болды. Жалпы бәрі жақсы болады. Мені тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.